Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Бүгін мен сіздерге өте ерекше, дәмді әрі тез жасалатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның ерекшелігі зебра түрінде жасалады. Алдымен менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ал ендеше кірісеміз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, жарты шай қасық тұзымызды және 2 қасық қантымызды салып венчикпен араластырамыз. Егер сіздер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, 2 қасық қанттың орнына 3 немесе 3,5 қасық салсаңыздар болады. Қантымыз шамалы ерігенше осылай миксерсіз венчикпен араластырып алсаңыздар да болады. Араластырып болғаннан кейін жылы бөлме температурасындағы 1 бокал сүтімізді ыдысымызға құйып, төменнен жоғары қарай жақсырақ жұмыртқамыз сүтпен біркелкі болып араласқанша жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Онда барлығын бірден салып жібермейміз. Бөліп салсаңыздар жақсы араласады, әрі түйірлер қалмайды. Құймақтардың толық рецептісін төменге описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Жақсылап араластырыңыздар. Мұнда мен жарты шай қасық ас содасын салдым. Жарты шай қасық ас содасы жарайды. Одан көп болса, құймақтарыңыздан дәмі шығып тұратын болады. Міне қараңыздар, менде ешқандай да түйір шыққан жоқ. Енді қыздар, осыдан кейін дәл сол бокалыңызбен ыстық қайнап тұрған суыңыздан құясыңыз. Үстіне қайнаған су болу керек, міндетті түрде жылы су жарамайды. Менің құймақтың массасы дайын болып қалды. Ең соңында 3 немесе 4 қасық сұйық майдан құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне сұйықтығымыз осындай болу болады. Егер сіздің массаңыз тым сұйық болып көрінсе, онда ұннан 1-2 немесе 3 қасық салып жіберсеңіз болады. Енді осындай бөлек ыдысқа біз зебраны жасау үшін бөлек құйып аламыз. Үстіне қазір 2-3 қасық какао салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл құймағымыздың ерекшелігі де осыда, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана 2-ге бөліп, бір бөлігіне какао қосатын боламыз. Әдеттегідей табамызды бір майлап аламыз. Сосын міне қараңыздар, мен осындай кондитерский мешокқа салдым. Сіздер қаласаңыздар баклажкаға салып, қапағын тесіп, солай да істесеңіздер болады. Бірақ маған осы ыңғайлы болды. Енді құймағымызды саламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген қызықты рецепттер салатын боламын. Қара құймағымызды салғаннан кейін табада кішкене 2-3 секундтай пісіп тұру керек. Бірден құймақты салып жіберсеңіз, құйып, сіздің қара құймағыңыз орнынан жылжып, формасын бұзатын болады. Қыздар, қараңыздар, қатып қалған қағида жоқ. Мен екінші түрін осындай сызықша тәріздес қылып жасадым. Ол өзіңіздің идеяңызға, фантазияңызға байланысты өз қалауыңызша жасасаңыздар болады. Тура мен көрсеткен рецепт бойынша жасасаңыздар, шеттері қатпайды, жыртылмайды, табаңызға да жабыспайды, өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, мен әртүрлі узорда жасадым, қатып қалған қағида жоқ. Ол өзіңіздің идеяңызға, өзіңіздің фантазияңызға байланысты, жинау тәсілде өзіңізге байланысты. Өзіңіз қалай қаласаңыз, солай жинасаңыз болады. Дастарханның ерекше көркін ашып тұрады. Дастарханыңызға, қонақтарыңызға ұялмай ұсынсаңыздар да болады. Қараңыздар, өте керемет болып шыққан менің құймақтарым.
өте дәмді әрі тез жасалады, ешқандай да қиыншылығы жоқ. Міне достар, осымен менің құймақтарым дайын. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ерекше рецепттерді салып отыратын боламын. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да сіздерге көрсетіп кетейін. Қараңыздар, жұмсақ, ешқандай да жыртылмайды, табаныңызға жабыспайды, езілмейді, шеттері қатып қалмайды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған мен, Елеместің анары, ас болсын.